Сабақ тақырыбы ми бөлімдері. Бас сүйекті жануарлардың миы 5 бөлімнен тұрады. Алдыңғы, ортаңғы, аралық, сопақша және мыйшықтан тұрады. Алдыңғы ми дегеніміз үлкен ми сыңарлары. Үлкен ми сыңарлары туралы өткен сабағымызда қарастырған болатынбыз. Аралық ми үлкен ми сыңарының астында орналасқан маңызды үдерістерді басқарады. Мысалы, дене температурасы, зат алмасу, қан қысымы, зәр шығару, ұйқы мен сергектік, эмоция және сезіну, көңіл күйді реттейді. Ғалымдар аралық мидан көптеген орталықтарды анықтады. Мысалы, шөлдеу, ашығу, жүрек ішек қызметінің күшеюі мен баяулауы, ауру, агрессивтік, қорқыныш, жарақаттану және қанағаттанбау орталықтары. Ортаңғы ми зақымданған мысықтарда қол-аяқ бұлшық еттерін бүге алмайды, тұрады, бірақ жүре алмайды. Ортаңғы мида көру және естудің бірінші реттік орталықтары бар. Яғни көз қарашығын мөлшерін өзгертуі, шыққан дыбысқа басты бұру осы ортаңғы мидың қызметі. Негізгі орталықтары шүйде мен самайда орналасқан. Ортаңғы мидың осы қызметтерін қорғаныш рефлекстері немесе бұл не рефлексі деп те атайды. Ортаңғы мидың негізгі маңызды қызметтері жарық пен дыбысқа жылдам реакция көрсету, көз қарашығының көлемі өзгертуі, бұлшықет тонусын сақтауы. Артқы ми 3 бөлімнен тұрады. Ми көпірі, мыйшық және сопақша мидан тұрады. Ми көпірі жоғары және төменгі жатқан бөлімдер арасына сигналдарды өткізеді. Оларды кейде Вороньев көпірі деп те атайды. Ми көпірінде көптеген орталықтар бар. Мысалы, сілекей, жас бездері, шайнау, ымдау бұлшықеттердің жұмысын реттейтін орталықтар. Мыйшық үлкен ми қыртысына қарағанда едәуір ұсақ иірімдері болатын қыртыс бар. Ұшу күрделілігіне байланысты мыйшықтағы қыртыс алғаш рет құстарда пайда болды. Егер ересек адамның мыйшығы зақымданса, қимыл біртіндеп қалпына келеді. Себебі үлкен ми қыртысында мыйшықпен бірге дәл қимылдауды басқарады. Оның жасушалары оны қалай жүзеге асыруды біледі, тек мыйшықсыз басқаруды үйренуі керек. Ал сәбидің мыйшығы зақымдалса, дәл қимыл жасау мүлдем қалыптаспайды. Сонымен мыйшықтың басты екі қызметі қимылды үйлестіру, тепе-теңдікті сақтау. Сопақша ми жолының жалғасы. Онда сұрзат, ағзат жолындағы сияқты орналасқан. Сопақшада маңызды 3 орталық бар. Тыныс алу, жүректің соғуы, ас қорыту. Яғни олар жүрек ырғағын, тыныс алу мен тыныс шығарудың алмасуын, ас қорытуды реттейді. Сопақша ми зақымданғанда адамның тыныс алу мен жүрек соғысы тоқтап, өлімге әкелуі мүмкін. Себебі тыныс алу және жүректің соғуы тоқтайды. Енді оқу тапсырмасы. Кестеде берілген ми бөлімдерінің негізгі қызметтерін сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.